Олай болса, қымбат телекөрермен бағдарламаны одан әрі жалғастырсақ, бүгінгі бағдарлама қонағы Мұсаева Марзия ханым 198-ші орта мектебінің бастауыш пәні мұғалімі және оқушысы Уәли Алан. Бүгінгі бағдарлама қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте жақсы, рахмет, шақырғандарыңызға қош көрдік. Жақсы. Марзия ханым, сіз өткен бағдарламада бізге келген болатыныз, бала тәрбиесі бойынша бұл жолы оқушымен жұмыс. Яғни біз әлеуметтік желіден байқаймыз, сіз балаларда сабақ барысында түрлі эксперименттер, немесе түрлі ойындар арқылы баланың қызығушылығын арттырады екенсіз. Неге бұл саланы таңдадыңыз және бұны қалай зерттейсіз? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Қазір ата-аналардың көбісінің қызықтыратыны және бұл жерде ата-ананың да үлесі бар деп айта аламын. Нағыз жас ата-аналарға бүгін Уәли Аланның отбасы мысалы үлгі болар еді. Неге Аланды әкеліп отырмын? Себебі Алан биылғы жылы 1-ші сыныпқа келді. Алан бірнеше өнерді бойына тартқан, енді баланың таланты да бар деп айтады, бірақ ол талантты жандандыру ата-ананың еркінде. Егер талантты бала келетін болса, сынып жетекші міндетті түрде үлес қосу керек деп ойлаймын. Әсіресе бастауыш сынып жетекшісі енді өсіп келе жатқандықтан. Жақында өзім бір жаңағы статистика бойынша жасап, бір график жасап шығардым. Сол кезде ғылыми жобада. Сол кездегі айтқым келгені, егер сынып жетекші 40%, баланы бағыттаушы, тренері немесе үйірме жетекшісі 40%, ата-ана 20% үлес қосса, онда баладан жақсы дүние шығатын еді. Енді Алан, саған сұрағым, жалпы сен қандай спорт түріне қатысасың сен? Хоккей, вокал, фортепиано, музыка. Молодец. Ал сен оған қалай қызықтың? Хоккейге қалай қызықтың? Мүмкін сен ағаң ойнай ма? Аға, Ағаң кім аты? Диар. Жақсы. 3-ші сынып оқушысы. Өте керемет. Енді сен, Алан, мына аспапты қай жасында үйрендің? 5. Өте керемет. Қазір сен қандай туындыларды ойнай аласың? Қазақша, Қазақша, көзімнің қарашы. көзімнің қарасы, Абай атамыздың және шетел шығармаларынан үзінділер орындай алады. Жақсы. Тәте, сіз өзіңіздің осы Аланның бойындағы бір шығармашылыққа, спортқа деген қызығушылығын қалай байқадыңыз? Алан тамыз айында 5 күндік жаңа дайындық сабағына келді. Сол кезде Аланның маған алғашқы жазу таңбалары өзгеше болды, және жинақылығы ұнады. Сосын ата-анасына сұрақ қойдым, қандай өнері бар, немесе алдағы уақытта бізді немен таңғалдыра алады Алан деп. Сол кезде анасы айтты, жақсы жазуының себебі ол сурет үйірмесіне барады. Және ән айта алады деді. Негізі бұрын ата-әжесі енді ата-анасы орысша оқыған болу керек, бірақ қазақ сыныбына бару, ағасы Диарда менің сыныбымда оқиды, 3-ші сыныбымда, және атасының ұсынысы бойынша балаларды қазақша тәрбие беру керек, ұлттық құндылыққа баулу керек. Ағасы Диар домбырада өте керемет ойнайды. Және 2-3 жасынан бастап жаңа хоккей спортына барады. Жақында ғана Орал қаласына чемпионатқа барып келді. Жүлделері бар, мына медальдарын көріп отырсыздар Аланның. Одан бөлек өзі Алан жаңа кішкентай бала кезінен жаңа музыкаға құмар болып, ата-анасы осы фортепиано үйірмесіне апарған екен. Вокалда жақсы ән айтады, мектептегі іс-шараларға етене араласып жүр десек те болады. Өте керемет. Алан, болашақта сен кім боласың? Болашақта кім боласың? Кім болғың келеді? Кім болғың келеді? Мүмкін спортшы, немесе осы аспапты, музыкант, болмаса басқа салада. Қандай? Кім боласың? Қандай мамандық ұнайды Алан саған? Әже, ата, Әжең ата. мама, Ата-анаң сияқты кім болғың келеді? ана, әке, Сияқты. Кім боламыз Алан? Немесе Алан, саған сұрақ қояйын. Мектепте саған қандай пән ұнайды? Мектепте қай сабақ ұнайды саған? Қандай сабақ ұнайды саған? математика, Математика. ана тілі, Математикадан өте қабілетті. сауат, Тылық. музыка, Сол Жақсы. пәндер ұнайды. факультатив, суреті, физкультура. Барлығын айтып шықты Алан. Жарайсың. Жақсы. Марзия ханым, біз бағана сұрақтың басында айтқан болатынбыз. Түрлі практикалық сабаққа қолданасыз. Ойындар бар, оның ішінде тасбақа дейсіз, шар тәріздес.
жол деп атсыз мысалы, соларды сіз қалай ойлап табасыз мысалы? Әлде басқа бір практикаларды үйренесіз бе, арнайы курстарға қатысасыз ба? Курстар жалпы онлайн, офлайн барысында Алматы, Астана қаласына іс сапарлармен жаңағы өзімнің ұлдарыммен барған кезде міндетті түрде уақытты босқа жібермеймін. Ұлттық кітапханаға жақында Астана қаласында балаларым жарысқа барғанда бардым. Сол кезде ұлттық кітапхананың өзінің бір бұрышындағы ұлттық құндылыққа арналған бөлімі ұнады. Және оны басқа да бір нұсқасын жасап келу, мысалы, сол жерде ойыма келді. Сол сияқты балалармен асық өнері, басқа да шаш өру дейміз, солай бастала береді. Енді алаңдармен де жақсы жұмыс жасап бастап жатырмыз. Математикаға қызығушылық көп қазір. Әсіресе ұл балалардың қызығушылығы өте жоғары. Одан кейін ұл балаларды мен ойлаймын, жақсы оқыса, математика қабілетті болса, қыздар да сыйлы болады сыныпта. Үлкен бір ортақ шешімге келіп, сондай бір тату тәтті болады. Сондықтан сонда сыйластық қалыптасу үшін де ұл балалардың жақсы оқығанын алға тартамын негізінде. Өте керемет. Сосын Абайдың қара сөздерін жаттауды. Оны практика жүзінде қолданасыз ба сонда? Қолдандым. Өткен жылы Абайдың қара сөзін өзім ұшақта отырғанда бастап алып шығып көрдім, оқып, әрі қарай жаттауды. Қанша уақытта жаттап алуға болады. Одан кейін балаларға берсем қалай болады деп зерттедім. Неше күнде жаттап алады деп. Солай басталғаннан кейін Абайдың 180 жылдығы басталды биыл, білесіздер. Енді менің өз балам маған ой салды. Себебі жаңағы шетелге ұшқан кезде Стамбул қаласы мен Рим қаласының арасында 4 сағат аэропортта отырғанда Абайдың бір қара сөзін жаттап алыпты. Өзімнің ұлым. Сосын келіп айтты, ұзақ жолға жүргенде бізге тренеріміз Абайдың қара сөзін алып жүруді тапсырды. Басқа кітаптармен бірге шахматтың. Дегеннен кейін мен де ойладым, баланы ерте жастан қабілетін аша берсем қалай болады деп, сыныпқа жазғы демалыста 3 ай каникулда осы Абайдың қара сөздерін жаттауды тапсырма бердім. 5-6 бала өте тамаша жаттап келді, ауырлығына қарамастан. Кеше мектебімізде үлкен шара өтті 180 жылдыққа. Сол кезде менің 18 ұлым жақсы атсалысты. Енді алаңдарды да жаман емес енді. Жақсы. Алан, енді осы аспаппен бізге бір өнер туындыңды орындап бересің бе? Ол қандай туынды? Қандай шығарма орындаймыз? Жаңа шетелдік шығарма? Көзімнің. Жоқ, көзімнің қарасы қазақша ғой. Шетелдік шығармадан қандай? Қалай аталады? Қалай, Моцарт па, Бетховен ба, қалай аталады? Бетховеннің шығармасы, иә? Неше орындай ғой? Марзия ханым, сізге рахмет. Осылай үлкен аспаптарыңызға арқалап келіп жатсыздар. Бұл да үлкен жүк негізінде. Саған да рахмет, Алан. Олай болса, қымбат телекөрермен, келесі кезекті кішкентай бүлдіршіндерімізге арналған мультфильмге кезек берсек.